дәмі тіл үйіретін бургерді үй жағдайында өзіміз жасайтын боламыз. Арасындағы салмасын қалауыңыз бойынша ауыстырсаңыздар болады. Керек заттың құрамын описаниеге қалдырдым. Жылы суға тұз, қант, ашытқы сұйық майымызды қосып, ұнымызды салып отырып, жақсылап қамыр илеп, оны көтерілгенше 1-1,5 сағатқа қалдыратын боламыз. Қызып тұрған майымызға етімізді салып, өзінің суы тартылғанша қуырамыз. Одан кейін жуамызды салып, кішкене май құйып, дәміне қарай тұз бұрышын, етке арналған специя және сояны құйып, жақсылап қуырып алатын боламыз. 3-4 минут өткесін суымызды құйып, 40 минутқа бұқтырамыз. Дайын болған қамырымызды өзімізге керек бөлшектерге бөлеміз. Мен 8 бөлшекке бөлдім. Осылай булочка ұқсатып араластырып, одан кейін жұқалап жайып шығамыз. Бетіне жұмыртқамызды, кунжут макымызды сеуіп, қызып тұрған 200 градус пеште 20-25 минутта пісіріп аламыз. Піскеннен кейін кішкене 5-10 минутқа қоямыз суығанша. Суығаннан кейін бургерімізді 2-ге бөлеміз, до конца кеспейсіздер. Одан кейін етімізді, сырымызды, салатный листімізді және помидорымызды салып ұсынсаңыздар болады. Мен арасына соус қоспаймын, өйткені қуырылған еттің суын арасына құйсаңыздар, дәмі өте күшті болады. Баршаңызға ас болсын.